Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 59-ші сабақ. Ат ер қанаты. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. 59-ші сабақ. Ат ер қанаты. Ойыңды көркем сөздермен жеткізесің. Бірінші тапсырма. Түсініп оқы, пікір білдір. Ат ердің қанаты. Жылқы малдың патшасы. Жылқының сүті шекер, еті бал. Балалар, яғни бұл сөздерде жылқы малының қадір қасиеті туралы, жылқы малдардың патшасы екені, ол жүгіргенде алдына жан салмай ердің қанаты бізге қасиеті туралы айтылған. Екінші тапсырма. Өлеңді тыңда. Атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ жаңағы, зәрем ұшып барады. Қыза түсті құрғыр ат, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалына жабысып, қолым қалды қарысып. Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшым жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны. Дүңкілдетіп даланы, атым шауып барады. Күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Жер шетіне жеттім бе, мен ештеңе білмеймін. Жоқ, енді атқа мінбеймін. Ақыры атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқынышым басылды, біткен құлақ ашылды. Сол манағы қалпында, киіз тұр артымда. Атамда тұр орнында, құстай ұшқан сияқтем. Ұзамаппын, бірақ мен қорыққанымды жаңағы, жұрт білмесе жарады. Балалар, өлеңнің авторы Қастек Баянбай. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Қастек Баянбай. Балалар жазушысы, ақын. Қастек Баянбай 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ ауылында туған. Балаларға базарлық, тәтті сабақ, асар және тағы басқа өлең жинақтарының авторы. Төртінші тапсырма. Өлеңді қара сөзбен әңгімеле. Алғаш атқа мінген баланың сезімін, ақын сөздерін қолдана отырып сипатта. Яғни балалар, жаңағы өлеңде берілген алғаш атқа мінген бала қандай сезімде болды? Оның жүрегі қысылып, ат қатты қыза түсіп жүгірген сайын, оның құлағы шыңылдап, аттың басына жабысып, қолы қалтылдап, қарысып, яғни қорыққанын білдірді. Оған ат даланы дүңкілдете шауып, бала іштей құлап қалам ба, әлде жылап қалам ба деп өзін абыр-сабыр күйде ұстағандығы туралы берілген. Ал енді балалар, баланың астындағы ат тоқтаған кезде, оның тоқтағанын біліп, жел де тынышталып, құлағын тынышталып, қорқынышы басылғандығы және манағы қорқыныштарының барлығы бітіп, сол артына қарағанда
сол ауа қайтадан өзінің қалпына келгендігі баяндалған. Иә, балалар? 5-ші тапсырма. Бір сәт атқа мініп, шауып келемін деп қиялда. Сезіміңді шу жануар деген сөзбен және қимылмен көрсет. Балалар, яғни өздеріңізді жаңағы айдалада бала секілді атқа мініп, онда қандай сезімде болатындарыңызды, одан аттан сіздер қорқасыздар ма? Ол биік болады, иә? Оның жүгіргенде сіздердің құлақтарыңыз жел қатты естілетін болады. Осының барлығын өздеріңіз сезініп, сипаттап, қимылмен көрсетесіздер. 6-ші тапсырма. Берілген тақырыптар төңірегінде ой бөліс. Атқа міну өнер. Атқа міну спорттың түрі. Атқа міну ұлттық ойын. Балалар, атқа міну өнер. Себебі атты бағындыру және аттың құлағында ойнау бұл да бір өнердің түрі болып саналады. Себебі әр түрлі аттар болады, яғни асау аттар болады. Оларды бағындырып, оларға билік ету, яғни қиынның қиыны. Сол себепті атқа мінудің өзі өнер. Атқа міну спорттың түрі. Атқа міну адам денсаулығына өте пайдалы. Адамның барлық дене мүшесіне атқа мініп жүгіру арқылы, яғни адам өзін еркіндікті сезініп, бұл кезде денсаулығына күш-қуат жиналатындығы белгілі. Атқа міну ұлттық ойын. Ата-бабамыз атқа мініп әр түрлі ойындарды ойнаған. Иә, балалар? Соның ішінде біздер көбіне теледидардан көретін көкпар шабу, осының барлығы дерлік ұлттық ойынның түріне жатады. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.